Сәлем достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін өте дамды қуырдақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Төменге қажет заттардың барлығын жазып өттім. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі өте тез дайын болатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызартылып қуырылған етіміздің үстінен пиязымызды салып, пиязымызды да жақсылап қуырып аламыз. Менің арнама тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Осылай орташа отта жақсылап қуырып аламыз. Менде ет тұздалмаған, сол себепті етімізге аздаған тұз сеуіп жібердім. Егер де сіздерде ет тұздалған болса, тұз сеуіп қажет емес. Еттің дәмі кіріп тұру үшін аздап тұз септім. Пиязымыз қуырылып болды. Енді оның үстінен картопымызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. 10-15 минут көлемінде картопты қуырдым. Енді үстінен тұзымызды салып, жақсылап бір араластырамыз. Бетін жауып, су құйып, бетін жауып, 10-15 минут көлемінде қоямыз. Пісуіне 5 минут қалған кезде өкпе бауырымызды саламыз. Бір араластырып, тағы 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей осындай өте дәмді қуырдақ шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.